Ал кеттік. Артық сөзді алып таста дейді ғой бізге. С болады шығар. Fish tank. Неге? Кейборд болатын сияқты маған. Менің ойымша да кейборд сияқты, өйткені осы ғана қосылып тұр да, қалғандары бәрі бөлек жазылып тұр. Стартаптың ортасында не бар? Сызықшасы бар, бірақ та бұл бөлек жазылып тұр. Бірақ стартап болатын сияқты ма деп қояйын бір ойым. Или кейборд бола бере ма? Keyboard. Мұнда просто school trip пен fish tank сөз тіркестері сияқты Иә. көрініп тұр маған. Ал Keyboard. кейборд ол Так, кейборд күрделі сөз. Дұрыс па? School trip күрделі сөз емес. Fish tank дегенде күрделі сөз емес. Стартап деген күрделі сөз ба? Стартап. Қазіргі таңда иә. Қазіргі таңда күрделі сөздердің қатарына кіргізуге болатын шығар. Бірақ бұрындары бұл просто стартап. Дәл қазір бастау деген сияқты мағына білдіреді. Ал старттың құр өзін қойсақ та, бұл дәл сол мағынаны білдіре береді. Сонда кейборд дегенде қалдыра берейік негізі. Өйткені осы ең ішіндегі дені дұрыс күрделі сөз болып тұр ғой. Не дейсіздер? Кеттік па? иә. Take care of дейді ғой, прикол ұстап тұр ғой бізге. Ақылы бұтының өзі. Look after. Look after. View деген синоним дейді. Watch. 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 Так, if you are tired, take some time. Out. Time out. Time out. Кішкене демал дей ма? I came my old friend on the street yesterday. Кездестіріп қалдым. Яғни, Came across. кездестіріп қалу. Come across. Non-fiction дегеніміз? Novel, myth, game, story. Myth. Fiction деген бар, non-fiction деген бар, Fiction ойдан шығарылған. Non-fiction ойдан шығарылмаған. Novel. Значит, энциклопедия бола ма? Encyclopedia. Новелла ойдан шығара береді ғой, новелланы. Crime story де ойдан шығара береді. Энциклопедия нақты жазады. Келесі. The basket is full. Fresh fruit and vegetables. Өте оңай. Fullдан кейін не қойдық біз? Off қойдық па? Off. Off. Келесі. Look left and right. You cross the road дейді. When you cross the road. Жақсы. If I blah 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 you, I tell the truth. Нешінші conditional? Дұрыс, A-бот. And second conditional яғни, Жақсы. Так, tenth. Be as possible towards kids дейді. Сын есім керек қой мына жерге бізге. Supportive. Supportive. Қолдаушы бол деп тұр, қолдағыш бол. If I enough money, I would travel around the world. Вообще не деген сұрақтар мынау? Осындай сұрақтар кейде рахат қой, 11-ге шейін 11 бола отырсыздар ғой. We would rather дейді. Rather'дан кейін біз не қоюшы едік? Естеріңізде қоя? Rather'дан кейін біз етістің күрезін қоятын едік. Етістің күрезін қоятын едік. Stay. I would rather stay. Так, 13 impersonal sentence. Impersonal. Естеріңізде қоя? Impersonal деген нәрсе. Be what? Дұрыс. Яғни, ол мыналармен құрылды ғой. There, it, they деген формула болды бізде.
осы бойынша жасалды. Системамызда B вариантын қоямыз, амал жоқ. Кеттік 14. When he lived in Paris, he to work дейді. Әдемі? Парижде өмір сүрген кезінде ол не істейтін еді? Жұмысқа көлікпен барушы еді дейді. Қайсысы? Дима. Неге? C. C емес па? C. Use it to drive. Use it to үйрендік қой біз, use it to drive, яғни өткен шақты білдіреді. Өткен шақта сенің бір ұзақ жасаған дүниең, иә? Немесе қалыптасып кеткен әдетің деп айтқанбыз, иә? WH question. Қайсысы болады? How much does it... жоқ. Дұрыс. Қате. Дұрыс сол болады. Оны WH-ге кіргізіп жібереді. Әдейі беріп тұр ғой сіздерге, көрдіңіз ба? Егер де special дегенді біліп қоятын едіңіз да, how much екендігі. WH-ға қарап сіз, анау біртүрлі екен, апелляцияға жейін деген сияқты ой пайда болады сізде. Так, 16. It's a 2-kilometer walk from this place to the theater. Distance. 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 Okay, distance. Так, келесі. Sentence with infinitive. Так. B. B. Synonyms quantifier. There is hardly any sugar in the cake. Little. Little. There's hardly any деген аз-маз деген білдіреді. Жақсы. I have information about this university, so I can recommend it. Рекомендация бере алады екен. Сонда қай жауап болады? Few бола ма? Few. Информация саналмайды, uncountable кіреді, few қоя алмаймыз. Онда little. A little. Мен просто... Сол Нұргүл керек A little болады, иә. Кешке апарып бере саламыз кешке. Мен білмеймін, кім Нұргүл. Так, сонымен қай жауапқа келдіңіздер? A little деген... Дұрыс. Неге? Жеткілікті. Аз бірақ жеткілікті. Дұрыс. Яғни бір шама деген мағына білдіреді ғой, иә? Дұрыс, молодец. Әдемі, тамаша. 20. Бір нәрсе нор деп тұр. Ол уже норға қарап біле бересіздер ғой. Қайсысын қоямыз? Easy. Айды деген қойылмайды ғой норда. Қойылама. Есіме шықты. Neither. Найды да қоймай ма норда? Болмысы да. Дей ма? Иә. Дұрыс. Найды емес па? Non болу үшін non of деген сияқты қасында бір preposition болу керек еді да негізі. Non of me. Айзермен қайсы келетін еді ағай? Or келеді, or келеді. Шо. Так, көштің ба 21-ге? Иә. Кеттік ал. Ал айтыңыздар, I'll never forget дейді. The famous scientists at the conference. Мінеки. Екі вариант бізде фаворит. Meeting немесе to meet. Енді осын талқылау керек, жақсылап талқылайық осы нәрсені. Forget деген екеуде жүре беретінін сіздер білесіздер. Иә? Аха. Енді C бола ма, әлде D бола ма, соны талқылайық. Наверное, Meeting. C варианты.
Митинг дейсіздер ма? Иә. Неге? Жарайды. Мағынасы бойынша былай келетін сияқтымын. Типа, оны танымал сайентистті көргенді ешқашан ұмытпаймын дегенге. Былай айтайық, түсіндірейін сіздерге. Былай түсіндірейін сіздерге. Жалпы си деп билеп отқандарыңыз дұрыс. Иә, неге десеңіздер, мына сөйлем еске алу мақсатында болып отыр. Дұрыс па? Яғни бұл өтіп кеткен нәрсе ғой ол. Өтіп кеткен дүние ғой, дұрыс па? Ешқашан Иә. ұмытпаймын сол кездесуді деп тұр да. Ал егер біз бұл жерге біз to-ді қоюымыз үшін, бұл бізде естелік болмау керек. Түсіндіңіз ба? Мысалы қандай болу керек қой? Қалай айтсам болады? Мысалға бүйтеді. He always he always forgets to lock the door деген болуы мүмкін. Ол әрқашан есік құлыптауға ұмытып кетеді деп жатсыз. Мен бұл жерде ол естелік жасап жатқан жоқпын. Байқадыңыз ғой, иә? Мен кәдімгі шағымданып отырмын да, ол үнемі ұмытып кетеді деп жатырмын есік құлыптауды. Не істеуде? Есік құлыптауды. Яғни мен бұл жерде бір әрекетке не істеп жатырмын? Әрекетке бір кол жасап жатырмын да, әрекет шақырып жатырмын. Түсініп жатсыз ба? Немесе былай болуы мүмкін. Біз үйден кеткеннен кейін ол есікті құлыптауды ұмытып кетіпті деген сұрақ болуы мүмкін. Жоқ, сөйлем болуы мүмкін. Сонда when we went out, he forgot to lock the door деген болады. Бұл жерде де мен естелік жасап жатқан жоқпын. Мен бұл жерде нақты әрекетті сипаттап жатырмын да. Біз шығып кетсек, ұмытып кетіпті есік құлыптауды деп мен шағымданып жатырмын тағы бұл жерде. Мына жер естелік болғандықтан ing болып тұр. Енді түсіндіңіздер ма? Иә. Иә. Жақсы. Кеттім онда. 22. Grandma. Константтың не қоятынын білесіздер? Көп ойланбаймыз. Ерун. Аха. Болды. Taking қоямыз. Так, келесі. If I had left earlier. Ал, conditional келіп тұр. Қайсы conditional болады сонда? Ди бола ма? Жоқ. Я ди бола ма? Я ди болады, я. Sorry. Would have got. Third conditional. Келесі. If only I raise money for the local charity center. If only. Дей бола ма? If only I had just. Participated. I would have helped raise money for the local charity center. Си мен ди емес екендігі ақиқат қой, иә? Иә. Жақсы. Сондықтан ей болады, иә. Дұрыс. 25. Тағы да алып таста дейді бір түрлісін. Time travel is possible. It's thought that time travel is possible. It's really cool to go for a walk. It's 10 minutes walk from school. Таптық қоя қайсысы екендігін, иә? Кішкене логикалық сұрақ. Эй. Ой. Ей ғой, иә? Итс деп жазылу керек сияқты бірде. Просто ит деп тұрған қате сияқты. Жоқ, it looks деген дұрыс. Ендеше B, C дейді, it's-тен басталған көрдіңіздер ғой, иә? Иә. Сондықтан ей болмай ма? Дұрыс, иә? Не ойлайсыздар?
Мен ей деп ойлаймын өзім. It's sad деген сөз бар ғой, иә. It's thought that time travel is possible деген ба? Иә. Мхм. Просто бұл ой деп тұр ғой. Онда Мхм. иә. Жақсы. Мүмкін Кеттім. мағынасына қарай мағынасына қарай болады да сөйлемдердің. Мағынасы вообще келіп тұрған жоқ қой. Бір-біріне. Мына жерде сөйлемнің ішінде именно ана итс дегендерді жайдан жай бермеген деп ойлаймын. Келесі сұраққа көше берейік ендеше. Болды, кеттік, көше берейік. Мәтін. Мәтін. Culture shock дейді. Қандай шок болады екенбіз? One of the stage of culture shock дейді. Оқығандарыңыз бар ма? М, Онда Өзіме жоқ. қарау керек. Жоқ. Онда қарайық. One of the stage дейді. Culture, environmental, different. Four distinct stage дейді. Honeymoon, negotiation, adjustment and adaptation дейді. Көрдіңіздер ма? Иә. Мына жерде. Иә. Ал көріңіздер. Honeymoon, negotiation, adjustment, adaptation. Вообще бірінші класстан сұраған беріпті бізге. Прикол ұстап отыр ғой бізге. Так, in the negotiation stage of culture shock, the individual. Negotiation деген келісім деген сөз, көрейік келісім шоқ қалай болады екен. Міне, in the negotiation stage, the differences between the old and new culture become apparent and may create anxiety. Ағай, микрофонды өшіріле ғой. Ағай, өзі өшіріп отыр ма? Текст оқып отқан соң өшірген ғой. Басылып қалған екен ғой. Так, сөзбе-сөз беріліп тұр, көрдіңіздер ма? Negotiation stage. Анау неде? Екінші абзацта көрдіңіздер ғой, Мына жерде the differences between the old and new culture деп кеткен ғой. Мына жерде міне екінші абзац. Мына абзацта тұр, мына жерде дұрыс келіп тұрған сияқты осыған. Так, 28-ді көріңіздер ал. The reason of experiencing culture shock is дейді. Changing country-шыр. Иә. Мәтінді оқымай айтуға болатын сияқты мынаны. Methods of getting over homesickness include дейді. Не кіреді дейді? Homesickness деген сөз ностальгия ғой. Міне отыр екен ғой. Міне қараңыздар.
Culture shock may cause homesickness. This refers to the feeling of longing for one's home. People suffering from culture shock typically experience a combination of depressive and anxious symptoms related to homesickness. Ways of coping with homesickness include developing a hobby, thinking positively, and feeling grateful about what one has and building new relationships. Болды, түсіндік. Не дейсіздер ал? Қай жауапты берейін? Синоним қылып беріпті бізге. Қалайық, қайдасыздар? Барымыз ағай ойланып жатыр. Қойыңыздаршы, Менде текст көрінбей тұр. сонша ойланасыздар ма не? Мен бүйтіп ойламаппын, сонша ойланып. Міне отыр ғой, міне. Әдейі ашып қойдым, міне. Ways of coping значит оқып шықсаңыздаршы, соңына дейін, міне. Міне. Бәрінен ақ қойдым ба? Сіздердің дұрыс түсінбей отырмын. B варианты. A варианты. Қайсысын қойдыңыздар? B. Мен дұрыс аудармай тұра алмайды. Не дейсіз, айым? B варианты. B варианты. Болды. B варианты дедік қой, десеңізші. Так, is not mentioned in the text дейді. One of the stage of culture shock which is not mentioned in the text. No. Rejection, the departure, relaxed and pleased, appearing differences, feeling distinctions дейді. Not mentioned деп тұр ма, stage? Ал көрейік ал, көріңіздер, мен тауып тұрмын не екен. Міне, мына жерден бастап оқисыздар ғой, в общем. Соңғы үш абзацты қарасаңыздаршы. Мен тауып тұрмын қайсысы екен. Мына жерде Б вариант деп ойлаймын. Б вариантым деп ойлайсыз дейсіз ба? Иә. Мен де солай ойлаймын. Бұл айтқанда логичный нәрсе ғой, негізі. Relaxed, pleased болып жүрсең, cultural shockқа ұшырайсың ба? Болды, қабылданды, кеттік ал, 31. Ал кеттік ал. I have done my part of the project дейді. Ойбой, мынандай сұрақтар келсе, рахат екен ғой, Елу аласың ғой. Present perfect. Present perfect. We have been working on it since September. Present perfect continuous. Present perfect continuous. Continuous. Yes. Келесі, мынау да вообще нефтем ғой, мынау ше. Мынау деген ше, шемішке ғой. Джин ғой, мынау джин. Sorry.
Қайсысы? Third conditional. Third conditional әрине. Екіншісі First. first conditional. Okay, 33. The students took books from the library дейді. Мынау вообще нефтимый сұрақ екен да бірінші All сұрақ. the students. None the students ба? Мына жер Неге non? қазір талқылаймыз. Менде сондай пікір. Мүмкін Б вариантында нон болуы мүмкін. тау. Екіншісі нон болады деп ойлаймын. None of us Астына деуге де болады, all of us деуге де болады, иә? All. Мгм. Мынау точно this емес. Енді every the Мгм. students деп айтсақ. Yeah. Every students деген қалай болады екен ол? True. Every student деген болады айтуға. All. Мына жерде all немесе non All болды. the student деп айтуға да келеді. All the students took books from the library. Мұнда мгм. Басында none of us. Мне кажется. Иә, өйткені нон ылғи аспен жүреді. Ой, оқпен жүреді ғой. Иә. Мгм. Ойнай бер. Да, екіншісі none of us дедіңіздер ма? Иә. Бопты. Мгм. Ал құтты болсын. Absence of necessity. Опа, абсент үрдісі. Ой. Мгм. You don't need to lose weight. Жақсы. Prohibition. Мгм. You mustn't use your mobile while the plane is landing. While the plane is landing. Дұрыс. Болды ма? Yeah. 35. If I knew English well, I would have worked overseas дейді. Ал осындай нәрселер бар ғой, кеше түсіндіріп едім ғой сіздерге. Кеше көрдіңіздер ма? Тура айтып едім, дәл сол келіп тұр ғой. Yeah. Мгм. Астына екіншісі болмай ма? Дәл кешегі болып тұрған осы. Адам шатастыратын болып. Бір бола ма ағай? Так, мен де соған келіп тұрмын ше, бірдікі, әйдікі бір болатын сияқты болып тұр. Кеше біз if I lived by the sea, I would have swam well дегенді қай жауап береді кеше біз әй жауабына? Нешінші сұрақ еді ол? 33-ші сұрақта кеше біз не дедік? Әйға? Бір дедік біз. Бір дедік па? Басында 3 дедік. Иә. Биға 3 дедік, әйға 1 дедік қой, ә? Ға 1 дедік, Бға 3 дедік.
Значит, мына жерде A бар ғой, B. I know English badly. I know English badly, so I don't work overseas. I know English badly, I didn't work overseas. Мына жерде неге бат дегенді қосып қойған, нефтим ona бат деген нәрсе бізді шатастырып тұр ғой мына жерде. Так, давай ойланайықшы. Тағы да ойланайықшы. Не ойланамасыздар, тағы да айтыңыздаршы, ойларыңызды бөлісіңіздерші. Эй, бір болатын сияқты менің ойымша. Көрдіңіз бе, мына жерде бізде неғып third conditional мен second conditional екеуін шатастырып Онда- қойып тұр ғой бізге. Әдейі бар ғой. Так, менің ойымша эй, мынау болатын сияқты. Өйткені бұл жерде бәрібір өткен шаққа байланысты бір нәрсе болу керек бізде. Түсінесіздер ма? Ол өткен шақта білген жоқ ағылшынды, сол себепті ол не істемеді? Overseas жұмыс жасай алмады теңіздің ар жағында. Ал мына жерде қараңыздар енді. If I knew English well, I would work overseas. Мына жерде бұл регрет білдіріп тұрған жоқ. Бұл жерде бұл не білдіріп тұр? Бұл қалауын айтып тұр. Түсінесіз ба? Қалауын айтып тұр бұл мына жерде. Екі болмас онда или Мына жерде екі болуы да мүмкін, бір болуы да мүмкін мына жерде бар ғой. Мен білгенімде деп тұр, жақсы. Мен шетелде жұмыс істейтін едім деп тұр ғой. Сондықтан мынау екі болатын сияқты болып тұр маған ше. Не ойлайсыздар сіздер? Бірге шешім қабылдайық. Сосын осы 35-ді ше неге түсіріп алыңыздаршы, скриндап алыңыздаршы 35-ді, иә? Бүйтіп қояйын мен. Осылай скриндап Аха. алыңыздаршы. все. Не дейсіздер мынаған? Осыны қалдыра берейін бе, әлде бірді басайын ба? Мен бұны бір деп ойлаймын. Эйді бір деп ойлайын дейсіз ба? Биді бір деп ойлаймын. Биді бір деп ойлайын дейсіз ба? Қалғандар ше? Айнұр, Айым, Нұрай, сіздер не ойлайсыздар? Жансая бар ма? Қарақат та бар екен. Мен қатты сенімді емеспін өз жауабыма. Осылай көрейік та. Осы вариантты қалдырып көре береміз ба? Осы вариантты Иә. қалдырып көре берейік онда, иә? Не болса да, иә? Кеттім онда ары қарай. Бола ма? Ә? Кетті, go. Иә. Modal verbs for request. Өтінішке дейді.
Qaysi? Berilgen qanday? Request. Өтініш. Can. Might. Can емес па? Can мен could па? Иә. Мхм. Some деген өткен жоқпыз ба? Compound adjectives дейді. Ол оңай ғой мынау. Күрделі сын есімдер. Айта беріңіздер. A. A. F деп ойлаймын. Сосын V. F. F. Жоқ, F. бұл сөз тіркесі просто. Еді F. бізге күрделі сын есім керек қой. И болмай ма не? И И болады, иә. толық метражда деген. Сосын 5-year-old болмай ма? Білмеймін. 5 жасар деген білдіреді. Не дейсіздер? Болуы мүмкін. Ай. Middle age деген болады ғой, так. Middle age деген вроде Ой, сызықша. age. Сіздерді күтіп отырсам күте беретін сияқтымын. Белгілей саламын енді. Иә? Иә, осы. Мхм. Жауап. Жақсы. Так, не дейді? The correct conditional sentence for the situation. We can't join you for the trip. We are busy дейді. C. Ей келе ма? Жоқ. Егер біз Мне кажется, иә. бос емес болмағанымызда деп тұр ғой, иә? Иә. Мхм. B келмейді. Дұрыс па? Келмейді. C келмейді. Өйткені біз if-тан кейін не қоймаймыз? Will жүрмейді. Will жүрмейді. Жүрмейді. D ше? Жатады. D келеді. Иә, жақсы. Иә. И келмейді. I ше? I келе ма? Келмейді. Келмейді. If-тан кейін will тұр. F та келмей ма? Келе ма? Келетін сияқты. Келе ма? Мхм. Келеді, жақсы. Келеді. Окей. Жақсы. 39. Abstract nouns дейді. Ой, оп-оңай ғой. Freedom, beauty, Freedom, beauty, science. science. Кеттік. Bread, production, infographics дейді. Correct statements according to infographics дейді. Products used to make bread are transported at all the stages. Так, мына жақтан басталып, диқаннан басталып тұр. Комбайн мына жаққа салды. Сөйтіп алып келді, оны мына жақ қамбаға алып келді, оны айналдырды, қаппен алып келді, диірменге алып келді, диірменнен ұн жасады, ұннан нан жасады, нанды алды да маркетке алып келді, маркеттен адамдар алып кетті. Сөйтті да жеді, бөлді, ең соңында мына жасап тастады. Жатады. Вроде. Ей келе ма? Иә. Иә. Мхм.
мына жерде F вариантында бидай деген қате жазылыпты. Мына жерде wet болады ғой. Is delivered to mills to be proceeded into flour at the third stage. Үшінші стадияда ма? Үшінші стадия. Мил деген ол диірмен деген сөз ғой. Дұрыс, диірменге алып келеді деп тұр. Флорға айналдыру үшін. Үшінші. Негізі дұрыс мынау ше. F варианты дұрыс келіп тұр. Бірақ мына жерде мынау Кетеді. қате кетіп тұр. Бидай деген сөз. Тек қана A болмай ма? келетін сияқты маған. Кім? Мен мұнда бұрынғы нелерді қарап отырмын да просто. Аха. Айта беріңіз, Аяш, айта беріңіз. 39-шы жауапта не болды? Сұрақта жауабы. Қандай болды? 35-ті көрсетіп жібересіз ба? 35-ті дейсіз ба? Иә. Қандай болды? Что-то не так. 31-ті көрсете салыңызшы, что-то не толып тұр. 31 дейсіз ба? Иә. 31, мынау оңай ғой 31. Анау бағанағы таңдайтын нелерін көрсете салыңызшы. Бұл гарантия бұл. Жоқ, біліп тұрмын андай нұсқаның жауаптары келе ма деп көріп жатқанмын ғой. Мына жерде так 40-шы сұрақта мен AF деп жауап бердім, бірақ менде 1 балл тұр. Сіз бұны Бірақ істеп қойғансыз ба? Иә, мен андай скриншот алғанмын ғой жауаптарын. Мына жерде F-ті мен сол ойланып тұрмын да, просто әдейі берген ба деп ше, мына жерде with деген қате жазып бар ғой. Әйтпесе ол бір әріпті өйтіп қателеп беру мүмкін емес қой негізінде. Иә. Ал былай нені дұрыс айтып тұр бар ғой. А болса. Тек A Менде болса қате деп дейсіз. тұр, ұят. Иә. Так, бүйтейік мысалға. B варианты сәйкес келмейді, өйткені соңғы степта дұрыс нан продукциясы шығады, ол бейкинг, пісіруді, сосын неге жеткізіп талап етеді, бірақ ана жерде мил деп қойған да, ана диірменге жеткізеді деп қойған, ол өтірік ол. Келесі C вариантыда before consumers get bread, біз ғой. Яғни тұтынушылар алмас бұрын бредті неден, нанды дүкеннен, it is proceeds through 4 stages. 4 стадиядан өтеді деп тұр. Көрейік ал. Ол дұрыс емес. Дұрыс емес, бесеуден өте ма? Иә. Төртеу 4 stages. It's proceeded through 4 stages. Бесінші барып маркетке алып келеді. Дұрыс, C дұрыс болып қалмай ма болса? Не ойлайсыздар? Если C Білетін дұрыс сияқты. болатын болса, онда AFC болады ма? Солай белгілеп көрейік. Қайсысын белейік? AFC. C'ді белейік. D точно дұрыс емес. F-ті. Bread is baked from flour after transfer. F-ті де белей береміз, бірақ бір әріпке бола. Flour third stage. Жақсы, өйтіп істеп көрейік, жарайды. Көрейік, жарайды. Көрейік. Бұнда скринді басаңыздар. Мен бақты басқа қойып. Так, енді келесі не істейміз? Көрейік. Қазақстан тарихынан бастап көрейік. Так, дүниежүзілік тарих па, Қазақстан тарих па?
Қазақстан тарихынан Қазақстан тарихы болды. Азалардан басталайық та. Ал айтыңыздар. Так, мен көрінбей қалдым ба? Иә. енді көріндіңіз. Ал аштым. Көрінді ма? Иә. Мхм. Иә. Ал айтыңыздар. Куликова болады пс варианты. Куликов Наверное, бола ма? точно болады. Иә. Мхм. Кеттік екінші. 20 басындағы съездер өткен жерлермен сәйкестендіріңіз дейді. Төртінші, төтенше жалпы мұсылмандық съезд, Түркістан өлкелік съезі, бүкіл қазақстандық съезд. Қоқан, Орынбор, Ташкент. Жоқ. Бір абы. Жоқ. Енді сұрасаң Айбек әкем шын айтамын. Қайсысын қоямыз? Б болмай ма? Б болады ғой. Би бола ма? Бүкіл қазақ съезі қаяқта болды екен? 5-ші Түркістан өлкелік съезі Ташкентте болды, бүкіл қазақ съезі Орынборда болды, мұсылман съезі Қоғанда болды дейді. Болма, дұрыс па? Кете берейін ба? Басқалар не ойлайсыңдар? Білмеймін ғой. Не ойлайды басқалары? Түркістан енді Ташкентке жақын. Иә. Бүкіл қазақ Осы съезі. қойғанымыз келіп тұрған сияқты ғой. Мгм. Ал көшпелілер өркениетін зерттеуде маңызды рөл атқаратын сала. Номадистика. Өзі айтып берген ғой. Батыс моңғолдардың түркше атауы. Қалмақтар с варианты болады. Қалмақ па? Иә. Иә, с варианты болады. Қалмақ болады. 100% гарантия беремін. Окей. 19 ғасырдың 20-шы жылында Сібір қырғыздары дейді туралы жарғыны жасаған генерал-губернатор. Кейнс пе еді бұл? Спиранский. Белгілей берем. Кейнс емес пе бұл? Басқалар қайда? Ой, ертең тапсырасыздар ғой, нені ұбытына, не болды мынау? Жоқ, бұл Кейнс емес па? Мхм. Бұл жауабын кім тыңдап отыр? Спиранский болады, точно бар ғой. Жоқ, Спиранский. Болды, 6-ға көштім онда. Орта ғасырда қазақ даласына исламның таралуына ықпал еткен бағыт. Сопылық. Сопылық. 16 жыл көтеріліс барысында Торғай облысындағы арнайы құрылған мергендер бөлім басқарды. Кейкі батыр ма? Екі. 67-60 жылдар реформа бойынша Түркістан облысының келісуші рұқсат берген елдер. Қытай, Иран или Иран мен Ауғанстан емес пе? Қайсысы? Білмейді. Мен Қытай, Иран деген вариантты ұстанамын. Тоже.
Түркістан генерал губернаторлығына келіссөз жүргізуге рұқсат берілген елдер дейді. Түркия болмайды точно. Менің пікірімше. Түркияны алып тастауға болады. Кетті, А, ал Қытай мен білмеймін. Иран болды онда. 9. Кіші жүзді Ресейдің қол астына алу туралы грамотаға қол қойған патша. Анна Ионовна. Осы А. Анна Ионовна болады. Біріккен ұлттар ұйымына мүшелікке қабылданды. Мынау ма? Жоқ, 4-ші маусым емес пе? Осы ма? Неге есімнен шығып тұр? Екінші наурыз болады. Достар. С варианты. Ага. Менің есімде екен. С варианты болады. Менің есімде Бағила екен. десем. С болады. Ятай. Ятай, ятай. Не дейді мына жақта? Картаны және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, орталық Қазақстанда оқшауланып тіршілік еткен сақ тайпасын анықтаңыз дейді. Исседондар бола ма сонда? Қайсы болады? Я вроде. Картаны көрсетіп жібересің ба? Исседондар болады, иә. Картаны көрсетіп жіберсеңіз, иә. Солай ма? Орталық Қазақстанда Исседондар болу керек. Картаны көрсетіп жібересің ба? Міне. Я вроде исседондар болды. Болды ма? Я. Мен картада көріп тұрмын, енді ұят шығар ол исседондарды бермесек. Картаны 5 шатыр Мгм. есік қорғандары орналасқан өңір дейді. 5 шатыр есік. Жетісу жақта ғой. Жетісу. Я. Жетісу, Тигра- иә. Тиграхауыттар ма? Я. Жетісу. Картаны солтүстік батыс Қазақстан темір дәуірінің қорғанын атаңыз дейді. Солтүстік батыс. Солтүстік батыс қорғаны. Мына жер ғой примерно. 6 деп тұр ғой. Бесоба, Сынтас, Күмсай бола ма сонда? Солай ма? Я. Мен енем аты ғой мынау, Күмісай деген. Күміс деген. Жақсы. Так. Мынау рахат екен ғой. Мен ақ тапсырсам болады екен ғой. Массагеттердің оңтүстік шығысындағы көршілес тайпаны анықтаңыз дейді. Массагеттердің оңтүстік шығысы. Міне массагет, Тиграхауыт. оңтүстік тиграхауыттар. Жақсы. Тасмала мәдениетінің өзіндік ерекшелігін анықтаңыз дейді. 5. Орта жерде орналасқан орталық Қазақстанда. Я. Эй варианты емес па? Не ойлайсыздар? Сол А болады. Мұрт деген ұнап тұр да маған. Сіздер точно тапсырасыздар болып отыр. Мынау масқара ғой, үндемей отырсыздар бәріңіз. Эй варианты болады, иә. Сенімді билеу керек қой. Мұрт. Ал келесі басқасы пайда болды, құдайға. Картамен Қазақстандағы 1931 жылы іске қосылған темір жолды көрсетіңіз дейді. 1931 жылы.
Түркістан, Сібір ма? Олай болмайды ау. Ол 27-ші жылы ашылған. Қаяқтан білемін, мына жақтан мен 31. Қарағанды Жезқазған бе или Ақмола? Именно ашылған деп тұр ма? Онда Түркі Сібір болады, ашылған деп тұрса. Біздің Шиелі тұр ғой, қарсаңыздар. Жосалы, Іске Қызылорда, қосылған Қазалы екен. дейді. Іске қосылған Түркістан, Сібір ме екен? Иә, Түркістан Сібір. Келесі. Индустрияландыру жылдарында қайта қалпына келтірген комбинат анықтаңыз дейді. Бұның не керегі бар мына іште? Мына картаның дымда керегі жоқ қой. Ана бізде бұл вариант болады, Қарсақпай. Ол точно Қарсақпай. Қарсақпай? Қарсақпай. Жақсы. Бағанағы 16-да Ақмола Қарағанды емес пе еді? Іске қосылған. Жоқ, іске қосылған Түркі Сібір емес па? Мне кажется, нет. Мына 31-ші жылы тұрақты пайдалану қалпына, Ол 27-30 жылы құрылды да, ол 31-і уже қолданылды, яғни ашылды, қолданысқа беріліп. Оразбайға дейін сұрайын ба? Жоқ, точно Түркі Сібір болады. Түпкіні. Түркі Сібір деп тұр ғой, 1 қаңтардан бастап пайдалануға берілді деп тұр ғой, 31-ші жылы. Сұрақ қойдым уже, болды. Иә, қаңтар, менің конспектімде 18. Қант зауыты меркі шығар? Стоп, Семей қант ғой? зауыты болса, Семей Семей болады. емес пе? Семей ма? Иә, Семей болады. Семей ма? Әйтсе меркеде де болған соң білем да. Жарайды, ал 19. Мұнай кен орындары орналасқан аймақты анықтаңыз дейді. Батыс шығар? Батыста. Иә. Батыс болады. Бұны тарих білмейтін адам білетін шығар. Ана карта не үшін берген? Нефтемі, вообще түсіп берген мақсатын. Ет комбинаты, балық консерві зауыты, қант зауыты дейді. Қант зауыты, значит, Семей. Стоп, мына жерде қате бар. Қант зауыты бізде Жамбыл болады. Талдық. Қана 19 сұрақ қайта көшіңізші. Меркі дұрыс Семейде пе ет екен? комбинаты ашылды. Меркі дұрыс пе екен? Меркі? Иә, Мерке деген болады. 19 сұрақты қайта ашып жібересіз бе? Айттым ғой. Мерке болады. Міне Семейде ет комбинаты ашылған болатын именно. Біз Семейде тапсыратын жерде ет комбинаты деген жазу бар. Бір жерде көрген сияқтымын. Жоқ, әлде басқа. Болды ма? 20 сұраққа. Оны бір қарап жүрейік. Ет комбинаты Семей, наға кіре бер. Ет комбинаты Семей. Жамбыл қант болды. Жамбылда қант болады. Гурьевте балық. Сонда бізде 2 Си, 1 В 3 Ей А болады. Иә. Осы болады. Дұрыс қоя? Иә. Біраз сұрақтар артқа қарай жылыстырып жүресі, біз кейбір қарап көрейін қаттын. Қайсы неге 3-ке 2-ке қойып көрейін ба? Төрт мынандай. Дұрыс бол. 5 мынау. Талас болды. 6 дұрыс. 7 дұрыс. 8 талас болып қалды. 9 білмеймін. Мен тапсырғаным бойынша айтайын ба? Ау? Бір. Жоқ па? Тапсырғаным бойынша айтайын ба? 9 дұрыс емес пе екен, Аяш? Ашып көрші. 9-ды білмедім, бірақ бағанағы 17-ші сұрақ, 1-ші сұрақ,
дұрыс емес. И біз таңдаған бағанағы төртінші сұрақта А болады деп бір дұрыс 17 болып дұрыс тұр. емес па мынау? 17 дейсіз. Так, 17-ні білмедім. Қайсысын Неде? қою он керек? жеті в болады. 17 в болады, бірақ точныйдан. Прям гарантия бере аламын. Скриндап қояйын. Төртінші сұрақ қайта жібересіз бе? Жаңағы қырғызша ұқсана мынау дегенді. Мыңбұлақ болмай ма? Батыс Моңғолия. Жоқ, ол ішінде адам бар ғой. Жоқ, батыс Моңғолия қалмақ болады. Қайсы сұрақты қосайын айтсаңыздаршы, мына сұрақ қос десеңіздер. Мына сұрақ па? 11-де қосайын ба? Бұл дұрыс болады дейсіздер. 18 мен, иә, 18 мен 19 қандай болды? 18 мынандай болды. Қант зауыты болды. Менде 18 С деп тұр, и 19 А деп тұр. Олар бір балдан дұрыс болып тұр. Білмедім енді. Қалай? 18-сында Семей бола ма? Меркеде. Иә, 18 18 Семей мерке болады. емес пе? Менде дұрыс жауабы сол Семей деп тұр. Білмедім. Қалайша? Мерке деген мен өзім Қазақстан тарихын оқығанда вообще көрмедім, білмеймін оны. Ана қосып беремін. Мен оқығанда мерке деген қант зауыты деп жазылып тұратын енді бір тапсырмаларымда. Мен точно білмейтінмін, бірақ бір конспектіде именно Семейді көрдім. Қант зауыты туралы ше. Білмедім точно. Мерке бола берсінші, пожалуйста. Не знаю. Менде конспектімде именно мен оқыған конспекттерде именно мерке деп жазылып тұрды. Қант зауыты. Міне, Жамбыл мен мерке қант зауыты деп тыңдаңыздар. тұрды. Индустрияландыруда Талдықорғанда, Меркеде, Жамбылда қант зауыттар ашылады. Индустрияланды жылдарында. Индустрияланды жылдары ол анау 26 мен 41 жылдың арасы емес па? 30 жылдар жалпы айтқанда. Дұрыс па? Иә, дұрыс 25-тен бастап. Иә. Иә, онда Мерке дұрыс онда. Жақсы көрейік. Ана ежелгі заман сұрақтармен қатты біраз жалынам. Ой, ежелгі заман сұрақтары қатты шалынам да, оларды қарап жүрсек. Так, не істеймін? Келесі пәнге көше берейін ба? Көше берейін бұйырғаны. Иә. Оқу сауаттылығын істеп тастаймыз ба? Көрейік. Бәрін орындап шығамыз ба? Бірінші дүние тарихын істеп тастайықшы ендеше. Оқу сауаттылық ниетке. Қызықсыз болып кететін сияқты. Енді. Ал кеттік, ал дүние тарихы ал. Салық жинаушылардың атауы ежелгі Египеттегі. Аспан, иә, Б болады. Аспан береді. Ніл беретін игіліктердің басшысы дейді. Иә. Халықтардың ұлы қоныс аудару дәуірі басталды. Ғұндардың көшуімен. Жарайды. Моңғолдардың жеңіл атты әскерінің атқарған қызметі. Так, қарауылдықпен. Қарауыл мен барлау. Барлау, жарайды. Болады, Америкада жазба ескерткіштерін қалдырған жалғыз халық. Майя. 19 ғасырдың соңында Ұлыбританияда орын алған елеулі құбылыстардың бірі. Феодализмнің орнығуы ма? Орта таптың қалыптасуы, иә. Солтүстік Америкалық құрлықта капитализм дамуының ерекшелігі. Құлдық пен құлсыздықтың сақталуы. 7. Танзимат реформасының ең маңызды міндеті. Әлсіреген империяны нығайту. 1815 жылы Герман одағы құрылған конгресс. Вена ма? Вроде Вена, я. Вена болады. 9. 1879-1882 жылдары қалыптасқан әскери саяси одақ. Антанта емес точно. Так. Үштік одақ. Ана үштік одақ. Үштік болады. 1918-21 жылдары азамат соғыс кезінде кеңестік елдерде жүргізген саясат. Әскери коммунизм. Коммунизм.
25 жылы 30 мамыр қозғалысы 30 деген атпен империяға қарсы ұлттық революция Қытайда. басталған ел. Қытайда. Қытай. Қытай. 23 жылы франктік бельгиялық әскерлердің Францияда сәтсіздікке ұшырап ұлттық блоктың ыдырауына әкелген оқиғасы. Рур акциясы болады. Рур Д. акциясы. Көп. Ғиуық па сонда ғиуық. КСР-да еңбекпен түзеу лагерлерінде өзін жақсы көрсете білген тұтқындарын жіберу ұсынылды. Қоныстарға. Ерікті қоныстарға ма? Иә. 18 жылы Қалған Германияда болған варианттар бәрі революция жетекшілік еткен партия. А. Герман социал-демократиялық ГСДП. партиясы. ГСДП. 20 ғасырдың 30 жылдары Германия тарапынан жасалған қысымның салдарынан Еуропа картасынан жойылып кеткен егемендік. Австрия. Австрия. Д. Австрия. 41 жылы КСР Англия ақш мемлекеттерінің Мәскеу конференциясында қарастырылған мәселе. Вроде Өзара би әскери болады. көмек. Б болады. Б. Қырғи-қабақ соғыс нәтижесінде аса дамыған өнеркәсіп саласы. Әскери болады. Әскери. Бұрынғы бөлек тәуелсіз мемлекет құрылымдарды жаңа бөлкен бүтінге біріктіруді үдеріс. Интеграция. Интеграция. Integration. 45 жылы Ұлыбританиядағы лейбористердің болашаққа бет бұру бағдарламасының түпкі мақсаты. Би ма? Мына сұрақтың Аби. Не істеп жатсың? варианттарын Либо оқып А, жүрсем. либо С емес Дәл пе? дұрыс. Емес. Не істеп жатсың? Ана көрсе бебе. Ашылды ма? Көре сал. Туалетті ашып көрсе. Ашып көрсе. Болатын шығар. Туалетті ашып көрсе. Қандай? Қайсысы болды? Би болды ма? Мен білмейтінмін. Мен белгілей берейін ба оны өзім? Көріңіз. Қазір көремін тағы да бар. Си ма? Ой, жоқ, бұл емес. А вариантын белгілей қойыңызшы әзірге. Жоқ, А болмайды. Айтам. Онда Д болады. Жоқ. Б мен С точно болмайды. Никак. Ағаны көрші көріп отқан жоқ па? Б емес па? Көрсе планшет бос па екен? Б варианты. Болма. Болма достар. Алса планшетті алсам бола ма? Да. Д ма Д? Ма? Аха. Осы біреу ма? Иә, Д варианты болады. Иә, осы болады точно енді. Енді есіме түсті. На 100% осы болады. Қасына барып көрші, мазет көріп отыр ма? Қасына барып көрші. Қасына барып көрші С ағаны. болмайды ма? Б. Хрущевтің жүргізген Әлеуметтік бірі. реформа дейді ғой. Жеке басын табыну ол саяси реформа болады. Иә. Әлеуметтік Осы есе. болады. Б ма? варианты. 17 ғасырда шығыста шетелдіктер үшін жабық есік саясатын ұстанған елдер. Қытай, Вьетнам. Вьетнам. 1805 жылы Трафальгар шайқасында ағылшындар жеңілген мемлекеттер. Француз, испан. Француз, испан. 18 ғасырдың соңына қарай жасалған Ағылшын-Иран келісімшарты негізінде Иран шахының уәдесі. А емес пе? А болады. Иранға жібермеу ма француздарды? Иә. Көрмей қойын. Иран шахының уәдесі француздарды Иранға жібермеу бола ма? Иә, француздарды өз жеріне кіргізбейміз деп уәде берген болатын. Жарайды, бопты. 19 ғасырдың бірінші жартысындағы әділетсіз Қытай жартылай отар елге айналды. Би болады. жартылай отар елге айналды. 1825 жылы Ресейде орын алған декабристер көтерілісінің сипаты дейді.
самодержавие қарсы бағытталды. Б. Луддашылар қозғалысы дейді. Өлім жазасы туралы болды мына жерде. А вот А. Так. Сосын Си болады. мәшинелер талқандаушылар ма? Машинелер талқандаушылар, иә. Иә, С болады. Жарайды. Англиядағы өндірістің фабрикалық жүйесіне көшу кезеңін анықтаңыз дейді. Өнеркәсіп төңкерісі. Жарайды. Орныққан қоғамдық жүйені анықтаңыз дейді. Капиталистік. Капиталистік. Дұрыс дәйек таңдаңыз дейді. Так, әлеуметтік. Не дейсіздер маған? Так, екі болады, екі үш болады. Б. Екі үш болады, би бола ма? Жақсы. Ал араб халифатын басқарған әулеті Аббас әулеті. Қазір. үш болмай ма? Әбу Мүслім бастаған көтеріліс нәтижесінде деген ба? Иә, биліктен құлады да оның орнына Амей әулеті келмей ма? Амей әулеті. Бірінші Амей әулеті, сосын барып Аббас келеді, достар, қателесіз болады. Ойбай, Бірінші Амей әулеті, сосын Аббас әулеті келеді. болды да. Мұнда Аббас әулеті не болады? Так, бізде Амей дегенге Әбу Мүслим бастаған көтеріліс нәтижесінде биліктен құлды деген вариант болады. Мынау бола ма? Ал Аббас әулеті болса, вариантты көрсетіп жібересіз. Азия, Африка, Еуропа мұхитты қамтыған әлемдік державаға айналды. Мынау ма? Иә, осылай болады. Болды да. Қысқа парламент. Корольге жаңа салық жинауға Парламент үшіншісі болады. Мынау ма? Иә. Ұзақ парламент. Ана төртіншісі болады. Мынау ма? Буржуазиялық ақсүйек оппозициясы. Жарайды. Того, Камерун. Того, Камерун, Германия. Германия. Конго. Конго, Бельгия. Шығыс Азиядағы жаңа тәртіп дейді. Батыс одақ туыс елдерді азат ету. Төртіншісі болады. Жаңа саяси құрылым. Әскери мемлекет бақылау орнату деген болады қоғамда. Жарайды. Кариб дағдарысы дейді. Так. Ақш зымырандары шығарылды. Берлин дағдарысы. Кеңестік танкілер шекарадан әкетілді. Жарайды. Так, Үндістан мен Пәкістан. Мына точно. Екеуі бірдей алған ба? Иә, бір күн. Махатма Ганди көмектесті ме алуға? Бұл екеуі негізі Англиядан алды ғой. туыс халықтар ғой. Туыс халық дегенде Англияның отарлары болған. Отарында болған. Негізі екеуі бір халық болған емес па баяғыда, тарих бойынша? Не совсем бір халық. болған еді. Кейін бөлінген емес па Пәкістан, Үндістан деп? Дінге байланысты бөлініп кетпей ме бұлар, Шан Ин дәуірінде жататын үш маңызды мәдени жетістіктер дейді. Бұл оңай Жазудың пайда болуы, қолданысқа ену, күнтізбенің пайда болуы. Қалалар пайда болу болады, күнтізбе артық. Ойбай. Қалалар болады. Осылай ма, CDE ма? Иә. Жарайды. Орта ғасырлық үнді ғұламасы Арьябхатаның зерттеген ғылым салалары дейді. Астрономия. Математика. Математика ма? Иә. Осы екеуі ма? Математика. Иә, медицина, математика.
Жарайт. Медицина жатпайбы? 19 ғасырдағы 3 ғасырлық тарихқа ие итальяндық опера өнерінің ұлы классигі дейді. О, тек Джузеппе Верди болады. Джузеппе Иә, Верди. дұрыс, Джузеппе Верди. Болды ғой, біреу басқа Ой, жоқ қой. ағай. Иә. Ана Джузеппе 38-де 38 медицина қайта жатпайтын жүресіз еді. бе? Сол да мен де ойлап тұрмын соны. Бір дәрілер Бір жүрсек. Не дейсіздер 38-ге? Ойланып қалдыңыздар ма Д не? тоже жатады. Д тоже жатады. Ол математика, астроном, медицина саласын алды. Математика, астроном, Медицинаны да қостым ал. Ол ота жасауды да медицина. білген еді ғой. Болды ма? Аха. 40. 40 ал. 20-шы жылдары медициналық диагностикада жүрек пен мидың функцияларын зерттеуде қолданыла О. бастаған аппараттар. Электроцилограф и электродиограф. Осы екеуі болады. СМИ. Кардиограф деген Семей. дұрыс енді точно. Иә. СМИ болады. Осы екеуі ғана. Екеуі ғана Болды. ма? Бопты, құтты болсын ал. Мынау Ал, нұсқа прям оңай болып бар ғой. Салыстырмалы түрде айтқанда. Дүние так, тарихын. енді неге барам ба? Математика. Математика. Алдыңғы пән. Иә, математика. Матсауға барайын ба? Ал есептейік ал. Иә. 112 беттік оқулықты бірінші беттен бастап нөмірлеп шығу үшін неше цифр қажет болатынын табыңыз дейді. Екі жүз жиырма төрт шығар. Вроде. Мында бір неме бар. Загвоздка именно цифр сан сұрап тұр ғой. Бізде мысалы 24 деп цифр болса, онда 2 цифр болады, бір емес. Мында загвоздка Иә. бар. Есептеп шығару керек. Екі жүз жиырма төрт болады. 224 ба? Дұрыс па мен айтқаным? Иә. Жоқ, ағай, болмайды. Өйткені бар ғой. көрсеңіз. Есептеп жатырмыз достарымдар. Давай. Не дейсіздер ал? Бірден онға 228 деген вариант бар ма? бар. 228 деген вариант бар. Бұл болмай ма? Дұрыс қой, 1-ден 9-ға дейін 9 цифры. 228 болады достар. Кеттік ал. Достар, 228 болады. Кестедегі сандар арасындағы заңдылықты анықтап x сан квадратын табыңыз дейді. А варианты болады, есептеп шық. А варианты. Значит, Да. екі, үш. А варианты мұғалім. А варианты болады дейсіз ба? Иә. Қалай болды A варианты? Өйткені бұнда қараңыз, бізде екіге әрқайсына как бы 2-ге 1 қосылды 3, 5-ге 2 қосылды 7, 6-ға 3 қосылды 9, 7-ге 4 қосылды 11, енді келесі сан 9-ға 5 қосылады өсу рет бойынша. И Иә, 14 шығады. И 14-ті біз квадраттаймыз 196. Болды. А варианты болады. Соны не істеп отырамын? Иә, дұрыс. Төмендегі сандар қатарының өзгеріс ауқымы құлашын табыңыз дейді. 3, 8, 4, 5. 2, 7, 8, 7, 6, 5 дейді. 6, 5-тен кейін табу керек қой бізге, иә? Өзгеріс.
болот. Ең үлкен ең кіші санын алып тастаймыз ғой бұны жалпы. Иә. Сонда 8-ді 7-ден 15 азайтамыз. -6-5-тен. Д варианты. Деп отырмын. 15-те 2 ма? Д болады. Неге сіздер қосып тұрсыздар ма не Иә, сіздер? 15 2 болады. Жоқ, минус пен минус плюс береді ғой. Ал вот минус пен минус плюс береді. Есептегенде. Болды, иә. Құмырада қызыл, ақ және көк тастар бар, ондағы қызыл тастар ақ тастардан 2 есе көп. Қызыл тастар ақ тастардан 2 есе көп. Ақ тастар көк тастардан 3 есе көп. Егер бір тас кездейсоқ таңдалса, онда оның қызыл емес болу ықтималын табыңыз дейді. Қызыл тастар ақ тастардан көп, иә. Қызыл тас ақтан 2 есе көп. Ақ тас көк тастардан 3 есе көп. Кездейсоқ таңдалса қызыл емес болуын таңдаңыз дейді. Нөл бүтін оннан бес бола алмайтын сияқты ол. 0,5 ішлей көп болады. 0,4 емес па? 0,2 болмай ма? 2 есе көп дегенге әдейі есеп тұрған жоқ па? Әдейі беріп тұрған жоқ па бізге? Шатастыру үшін. Не ойлайсыздар? Білмейтін. Мұнда кез келген санды қойып, сосын ықтималдығын есептей салуға келеді. Қазір бірден. Тағы не дейміз? Білмеймін мен. Аға есептеп Мгм. шықтым. Болады. Д варианты болады. 0,4 болып шықты ма? По идее, Деп шықты 0,4 менде. болып тұр, иә. Менде де солай тұр. Жарайды. Мұнда именно Шаршы тәрізді волейбол ойнайтын алаң мен тең бүйірлі тікбұрышты үшбұрыш тәріздес ойыншылардың демалыс алаңының сызбасы берілген. Демалу алаңы волейбол ойнайтын алаңның қандай бөлігін құрайтынын табыңыз дейді. Астын көрсетсеңіз. Шаршы волейбол ойнайды. Тең бүйірлі тікбұрыш, үшбұрыш
Демалыс алаңы, иә? Дұрыс па? Иә. Үштен екі болмай ма? Берілгенін көрсетіп жібересіз ба? Міне. Wow. Бұл деп ойлаймын. Так, қалай болды? 1-де 2-сін алатын шығар. Ой, 1-де 2. Вариант астыға түсіре салыңызшы. Ди варианты ма? Мхм. Қазір маған артынан келетін шығармыз. Геометрияны қатты неметіп жақтырмаймын. Осында. Жартысы деген сөз ғой, иә? Иә. Мхм. Кеттік, 1-де 2 6. болады деп ойлаймын, иә. Д вариантын. Диаграммада дананың сатып алған мектеп құралдары туралы мәлімет берілген. Егер барлық сатып алынған құралдардың саны 120 болса, онда түрлі түсті қағаз бен сызғыш сандарын анықтаңыз дейді. Түрлі түсті қағаз бен сызғыш сандарын. Сызғыш 10%, түрлі түсті қағаз берілмеген, иә? Ана берілген 50 қалам мен Біраз жоғары қой. 80. Абай, Берілгенін қазір көрсетсеңіз. Мгм. берілгенде. Сызғыштың тап береді. Түрлі түс қағаз бен сызғыш сандарын анықтаңыз. Құралдардың 120. Ар жағында Қазір мұғалім 3 минут. мгм. Ар жағында 40 қалып тұр ма? 40 қана қалып тұр. Значит, 40-тың 20%. Сегіз болады. Жүзде төртеу. Сызғыш 12 болады. Сызғыш 16 болады ғой. С варианты бола ма? Сызғыш 6 болады. Қалай шықты? Өйткені былай логически ойласақ, 120, жалпы 120 деп тұр ғой. И бізде қалам саны мен дәптер саны 32 белгілі, олар екеуін қоссақ 60 шығады. И бұл ровно жартысы да 120-дан 60-ты алып тастаймыз, 60 шығады. И сол 60-тың 10%-ы бізде сызғыш болып тұр. 60-тың 10%-ы 6. Сонда А варианты болады. Тек сызғыштың жауабына ғана жүгіне отырсақ. А варианты болады. Түрлі түсті қалам саны сонда 12 бола ма? Дұрыс па? Сызғыш 6 Жоқ, деп тұр ғой. сызғыш 6. Неге?
120 негізі 100% емес па? 100%-ың 10%-ы бізде сызғыш деп тұрған жоқ па? жоқ. Мында қосайық. Вен диаграмма қарасақ, мында саны көрініп тұр ғой. Қалам саны мен дәптер саны көрсетіліп тұр. Ол 60%, 2 30-ға 30 қойсақ 60 шығады да, біз қалған жоқ, Дұрыс кешірім қой өтінемін. Жоқ, енді Си варианты емес па? Мен Си 60%, варианты деп ойлаймын. жоқ, Си варианты сияқты. тоже Кешірім өтінемін, мен қате жібердім бұл жерде. сол 120%-ың Сол кезде 10%-ы 20 12 болып деген тұр, сан шығады ғой сол ал кезде. 20%-ы 24 болып тұр. Все. Иә. Мен мында қате жібердім немеден. Берілгенді қате дұрыс болатын. Си ма дұрыс па Бәсе. екен, Си? Сол кезде Иә, 20 деген сан түгел шығады ғой. 24 қосу Ағай, 12 36. бізде берілгенде не сұрап тұр? Көрсетсеңізші. Берілгенде барлық сатып алған құралдардың саны 120 болса, сол қағаз бен сызғыштың санын анықта деп тұр ғой. Си ғой, дұрыс қой, Си варианты болады ғой. 24 шықты ма? Иә, С варианты болады 24. Бағана айттым Си деп, тыңдамадыңыздар мені. Мен берілгенде бір қате болып қалды, содан жауабымда қате шығып қалды. Кешірім өтінемін. Ай. Мен өзімді тапсыра беремін ау, бұтына кіріп алып ше негізі. Давай, 7. Биыл әлі тіркеген жоқпын бірақ әлі. 3, 7, 9 цифрлар арқылы цифрлары қайталанбайтын 3 таңбалы сандар құрастырылды. 9 цифрынан басталатын неше сан бар екен анықтаңыз дейді. Екеу. 3, 7, 9 цифрлар арқылы. Қайталанбайтын болса екеу емес па? Қайталанбайтын болса цифрынан екеу басталатын. болады. Я қайталанбайтын болса екеу болады, дұрыс, иә? Дұрыс қой, иә? Иә. Дұрыс, Иә. иә. Ал 8-ді көрейік. Әділбек үйінен 300 км жердегі саяжайға дейін төмендегі 3 машинаның біреуін жалға алды. Әділбек ең арзан болатын машинаны таңдаса қанша қаражат төлейді? Газ 90 теңге. Әр 100 км үшін жұмсалған жанармай 10 литр. Жалға алу құны 7000 теңге дейді. Литрларды үшке көбейтеміз. Литрді неге көбейтеміз? Үшке көбейтеміз. 300 километр деп тұр ғой. Если әр 100 километрге болса, Сонда дизель бола 300 ма, километр арзаны? үшке көбейту керек. 12 литр кетеді. 150 теңге, әр литрі 150 теңге. 12-ні көбейтем 150-ге. 1800 теңге. Жалға алу құны 9000 теңге. 10800 теңге шығады екен. Мынау 10800 теңге болады екен. Келесі. Мынау 30 литр болады. Көбейтем 90-ға. 2700 қосамын 7000 теңгені. 9700 болады екен. Сосын 15 литр болады да, оны көбейтем 195-ге. Қосам 8000 теңгеге. 10925 теңге болады екен. Бәрібір газ арзан болып тұр ғой сонда, иә? Иә. Си бола ма сонда? Иә. Так, 9. Әкесінің жасы қызының әлі соғыстан шығып тұр ма? 4,5 есе үлкен. Ал ұлынан 3 есе үлкен. Барлығын жастарының қосын 70-ке тең болса, ұлының жасын табыңыз дейді. Бүкіл үшеуінің жасы 70-ке тең ба сонда? Үшеуі 70-ке, иә? Үшеуі жасы 70-ке тең. Так, ұлдан 3 есе үлкен, қыздан 4,5 есе үлкен.
15 болмай ма? 15 болатын сияқты, иә, 15. Неге? 15 болады. 15 болса, ұлының жасы 15-те болса, әкесінің жасы 45-те, ал 45, то есть қызының жасы 10-да болады ғой. Қыздың жасына 10-да болады, сол кезде 10, 15, 45 шығады екен ғой, иә? Иә. Дұрыс, дұрыс. Солай қарасаға болады екен ғой, Мидашытбай. Так. Суретте кітап пен қораптың өлшемдері берілген, бірдей өлшемдегі кітаптарды қорапқа салу керек. Бұл қорапқа осындай ең көп дегенде қанша кітап салуға болатынын анықтаңыз дейді. Мынау қасындағы жасыл кітап, мынау қорап, иә? 20, 15, мына жері 6 дейді. Иә. Анау биіктігі 6 сантиметр ғой сонда, иә? Иә. Мынаның биіктігі 20 сантиметр, ұзындығы 36, ені 30. Егер мынаны бүйтіп қырынан салсаң, бүйтіп салсаң, Мгм. бүйтіп салсаң, былай салсаң, ұзыннан салсаң, ол кезде төбесімен 12 бірдей болады. болмай ма? Былай салсаң, Бұның көлемдерін есептеп бөліп жіберсе бесеу болмай сияды. ма? Былай салсаң, бесеу сияды, иә? Бесеу сияды. Былай салсаң, так, білмеймін чата, миым ашып тұр менің. Қалай есептеуге болады мыналарды? Көлемдерін есептеп бөліп жіберсе болмай ма? 12 шақтыр. 12 кітап салуға бола ма екен? Көлемдеріне байланысты, иә, солай деп ойлаймын енді. Менде вообще 6 шығып кетті. Астына түсіре аласыз ба? Қалай істеді? 15, 12, 10, 20. Вообще жоқ вариант. Сол вообще жоқ вариант шығып кетті менде случайно. Оны қалай шығарды? Ер Ахметтен сұрайын ба? Сұрамай қойын ба? Так, 20, ұзындығы ені 15. Так. Биіктігі 6. Көлемдері бойынша 12 шақтыр ғой. Екеуінің жеке-жеке көлемін тауып алып, қораптікін кітаптікіне бөлсе 12 болып тұр. 12 дей береміз бе онда? Қалай есептеп тұрсыз сіз? Кітаптың көлемін тауып тұрмын. То есть Көлемі қанша 20 болып тұр? сантиметрге 15. Кітаптікі 1800. Мхм. Қораптікі 21600. Мхм. Екеуін бөліп жіберсе 12 шығып тұр. Онда дұрыс қой онда. Бұл жаққа бүйтіп күшті былай супер сұрақ бермейді ғой бәрібір матсауға. Иә. Болды, біттік Осы дана. 12. Оқу сауатын бітірсек енді. Аха. Evet. Mağazada жұмысы. Маңызды жұмыс па? Болады. Иә. Жақсы. Бұл шығар, иә? Бұны енді оқу керек.
Дұрыс па? Универсал болу керек. Қайсы дейсіз? Иә, бұл болу керек. Мен белгілегенім дұрыс қой, иә? Иә, вроде. Қатысты мәтінде берілмеген мәлімет дейді. Бұл ма? Толық көрсетіңізші. Бұл шығар. Жауаптарын көрсетіңізші. Бұл болу керек. Жауап бар сұрақ дейді. Сіз емес па? Д емес. Д емес па? Алтын Орданың бағындыру туралы айтылмаған іште. Иә, 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 иә. Иә, Д болады. Так, мәтін мазмұнына сай оқиға дұрыс реттеледі дейді. Бір үш. Иә. Біріншісі үш бол. Үштен бастаймыз, иә. Иә. Үш, бір, төрт, екі ма? Мәтін көрсетесіз ба? Үш, төрт емес па? Үш, төрт, бір, екі ма? Иә, үш, төрт, бір, екі. Үш, төрт, бір, екі. С Жақсы. болады. Ең бай жоғары экономикалық дамыған мемлекет ретінде. Жапония елінің ерекшелігі емес па? Сол болу керек. Соған келісеміз ба, ерекшелік дегенге? Иә. Атау дейді. Ұзақ өмір сүру құпиясы мен тамақтан ерекшелігін тоқталсақ дейді. Табу қиын. Тән ерекшелік шығар. Иә, наверное.
Ең бай болудун себеби не дейді? Д ғой. дұрыс деп болады. Бағана көріп қалдым. Міне, бұл ел шағын кәсіпкерлікті дамыту арқылы әлемде ең бай жоғары технология дамыған елге айналды деп тұр ғой. Иә. Мгм. Астанасының қауіпсіздігінің дәлелі дейді. Жас бала қоғамдық көлікте жалғыз жүре алады. Үзінді айтылған ақпараттың негізгі мәтініне сәйкес азат жол. Қалыптасқан тазалық мәдениет және қай азат жолда жазылған деген ма? Иә. Төрт ма? Төртау. Төрт па? Төрт, иә. Болдық па? Тексереміз ба? Иә. Көрсек. Иә, көрейік. Тексерейік. 2 сағат жасадық қой. Так, мына жерден тексеретін бе едік? Тестілерді аяқтау деймін, Иә. Иә. иә? Басып тұрмын ғой. Не деп тұр, мен айтқанымды істемеймін. Ана тұр ғой. Тестілерді аяқтап. Ал, бисмилля, көрейік. Мә, 134 балл жинапсыздар Охо. ғой. Мықты. Мықты, вообще. Аумин, жұғысты болсын осы соңына дейін қалғандарға. Әумин. Әумин. Бұйырсын нағызда. Дүние тарихы Мәссаған. вообще 50-50. Бұйырсын. Мынау вообще сұмдық болды мынау. Дүние жүзі тарихы 50-50 алыпсыздар ғой. Сұмдық екенсіздер дүние жүзі тарихтан. Ағылшыннан 40 деп қалдық қой, иә? Ұят болды ғой. Мықты. Қазақстан тарихтан 20-дан 20 алдыңыздар ма не? Оқу сауаттылығы 10-нан 10. Тек ағылшын тілі екен құртып тұрған. Оқымайсыздар ма ағылшын деп қоясың ғой. Матсау 10-нан 10 екен. Мықты. Бұйырсын енді. Ағылшын тілін неге беру керек болды ғой апелляцияға? Өлә, біріншісінен 0 деп қойған несі мынау? Жынды екен ғой. Сонда стартап болып тұр ғой сонда, иә? Ана ортасында Keyboard емес сызықшамен, анау. ортасында сызықшамен Stay up болып тұр еді. ғой. Stay up. Keyboard деген белгіледік, стартап значит мынаның дұрыс жауабы. Есімде алып қойды ғой. 25-ні мәтінге байланысты сұрақ емес па, 25? Жоқ, ол мәтін емес. Мәтін емес, байша сұрақ қоямын, мен ұмытып 30 қалдым ғой. 30 мәтін. 30 мәтіннен 40. Бізде 40-та АСФ деген белгілеуіміз дұрыс болыпты. Жанас. Так, сәйкестендірулерден 35 қана дұрыс емес болып қапты ғой, анау не ма, бағана if деп басталатын ба? Өте, иә. Қазір Сол ғой мынау. 40-ымыз дұрыс болыпты. Жақтан біреу кетті. неше сөз дұрыс. Мынаны, нені эфирді жіберемін ғой сіздерге, сол кезде көру керек мынаны. Иә. Бұл тамаша онда. Сол кезде қазір сақтап қойайын. Сақтап қойғаннан кейін бұйырса не істеймін. Қалай еді? Сақтап болғаннан кейін көресіздер ғой, айым аяш
ішінде мынау Иә. қате кеткен сұрақтарды. Мынаны түсіріп алсаңыздар мына ағылшыннан. Так, бірінші сұрақ, 25-ші сұрақ, 30-ші сұрақ, сосын 35, 36, 38 жазып алдыңыздар ғой, а? Иә. Түсіріп алдыңыздар ғой. Мен дәл қазір скриндап жібере берейін ба осы тапсырмаларды? Мен вроде бәрін скриндадым вроде. Давай, қазір чатқа жіберіңіз, чатта бір талқылап жіберсек бірден қызып тұрған кезде. Иә, көрейік. Болды онда, әдемі. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Респект бәріңізге. Сізге рахмет ағай. Күшті болды мынау.